мына қамырда бала қосуға болмайды, жас қой. Өте дұрыс істеген жоқ. Бұл жерде мен сөйлеуге тиісті емеспін, бірінші шығарып. Біздің ортамызда Қазақстан Республикасының құрметті сенаторы, қоғам және мемлекет қайраткері, көрнекті легенда депутат Светлана Жақиярқызы Жалмағанбетова апайымыз отыр. Сондықтан ол кісіге шығып сөйлеуге бізге ерсілеу, әбеке келіңіз, мен шақырайын сізді. Апайды көріп тұр. Жаңа кішкене көзім артынан танып, ағайындардан сұрақ жауап жатырмын. Я Светлана апайды көріп, менің көңілім толқып, жылағым келді. Бүгін мынау кішкентайлы болып қуанып жатқан жігітке, осы тойға келіп соған пост айтып сөйлеп тұрған мен де, осы біраз қанып, арғылықтен келген мынау қандастармен жүрміз ғой, қазақтар едік. 1991 жылы Назарбаев осы көшті өте бір қиын кезде бастап еді. Өте қиын кезде. Соған қарамай лап етіп 100 мыңдаған қазақ тәуелсіздіктің алғашқыларын атажұртқа оралып болған болатын. Содан сол көш лапылдап келе жатқанда 2011 жылы көз тиді. Мынау Құлыбаев деген мырза Жаңаөзеннің оқиғасының бәрін сол қандастарға жауап, Мәсімбекке көшті тоқтатуға барын салды. Тұңғыш президентіміз Назарбаевқа сол жамандап 2013 жылы 5 жылсыз азаматтық келмейтін заңның жобасын қабылдатып декабр айында. Ол 15 күннің ішінде бір-екі айдың ішінде сақтап сол өтіп кетті. Сол заң мәжіліске түсті, өтіп кетті. Сол заң сенатқа келді. Сонда әпекем шырылдап тұрып араша түсті. Көрсіп жылағым келеді осы күнде. Араша түсті. Айналайындар өзіміз шақырып аламыз да өзіміз осындай күйге қалдырғанымыз не бұларда? Ертең тенеп қалады ғой мынау. 4-5 жыл деген ұзақ уақыт қой деп бірінші болып сартылдатып сөйлегенде Светлана апай осы өзімізді қоярға жер таппай жылап жердік. Сосын Нұрлан Оразалин сөйледі, сосын Қуаныш Айтақанов сөйледі, бірақ бәрін өткізіп кетті. Сосын мен нағашыма хат деп Назарбаевқа хат жазып, сол хат осыға тиіп 5 ай 24 күнде қайтарып әкелген болатын. Бұл Светлана апайдың бірінші ғана көші-қон туралы, қандастар туралы сөз емес. Әрдайым айтып отыр. Мынау Ирандағы, мынау Ауғанстанда жүрген, келіп жүрген қазақтарға кезек күттірмейміз. Азаматтық берейік. Санымыз мынау, ұланғайрат ағамыз мынау. Бізге ең кемінде 25 миллион қазақ керек деп сөйлегенде менің көз алдымда құлағымда тұр. Апай, сол бәріміз ұмытқан жоқпыз. Бүгін сізді көргеніме өте қуаныштымын. Ендігі сөз өзіңізде. Рахмет айналайын бауырым. Бізде қазақта әйелдер қанша мықты болса да, ер азаматтар алда жүреді ғой. Сондықтан өзіңе сөз бергені орынды деп санаймын. Бірақ сенің сый құрметіңе мың рахмет. Расында да сен рас айтасың, біздің жеріміз кең, байтақ, кең. Біздің ата-бабаларымыздың арқасында, олардың мықтылығының арқасында, олардың ерлігінің арқасында, олардың даналығының арқасында сонша керемет ұлан байтақ 9-шы орын дүниесінде алатын осы жерді бізге аманат беріп кетті. Енді сол жерді көркейту, осы терезесі дамыған елдерден кең болғызу біздің міндетіміз әрине. Сондықтан қазақтар жасамағанда кім жасайды оны? Үйлігі қазақ болсын, сыртағы қазақ болсын. Сондықтан ойлаймын, жүрегі қазақ деп соққан азамат, азаматша болса, ең үлкен тілегі де, ең үлкен еңбегі де осы тұрғыда болу. Сондықтан айналайын, мен оның айтқан сөзімді міндетсімеймін. Бәрімізді, елімізді жақсы көреміз, еліміздің жақсы болуына тілектеміз. Ал енді бүгінгі тойдың бір кереметтігі, біздің Қазақстанда қазақтың тағы бір азаматы, ер азаматы дүниеге келді. Біздің қазағымыз бір адамға
қуаныш бола ма, бұдан артық той бола ма? Біздің қазағымыз көбейсе, одан артық қуаныш, одан артық орындалған үміт бола ма? Сондықтан тойларың құтты болсын. Дүниеге мұрагер деген азамат келді. Аты қандай керемет. Ол тек қана отбасының, әке шешесінің, ұрпағының ғана мұрагер емес. Ол қазақтың мұрагері. Мұрагер жасасын. Үлкен, мықты, ақылды, жақсы азамат болсын. Осы еліне еңбек сіңірсін, ұрпақ таратсын, ұрпағы көп болсын. Сондықтан бүгін сол үшін қуанып жатырмыз. Ал енді той иелеріне ең бірінші айналайында сендерге тілейтініміз мұрагерлерің аман есен болып, бақытты болып, соның қуанышына тоймаңдар. Мұрагерді жақсы азамат болып тәрбиелеңдер айналайындар. Соның қызығын көріңдер. Немере, шөбере ұрпақ тарасын. Жылдар бойы ұрпақ тарасын. Сәуленің қасынға айтайын дегенім. Құтты болсын бүгін тойларың. Мен білем, сендердің ауыздарыңда шам, жүректерін көрдік тұрар жанында. Сондықтан қай жерде істесеңдерді, екеулеріңді осы ел үшін, жер үшін еңбек етіп жатсыңдар. Сәуле айналайын, көп жыл сенімен бірге істедім. Сенің Краснознаменкада болдың, осы Астанада да болдың. Қай жерде болсаң да жаны ұшырып, осы біздің Қазақстанда азаматтарға жақсы болса екен, әсіресе зейнеткерлер, әсіресе ұлғайған адамдар деп көп еңбек жасадың айналайын. Сол еңбегің бүгін қайтып отыр. Осы немерені сүйіп отырсыңдар, шөбере сүй, шөпшек сүй, немене сүй, ұрпақтарың жалғасын. Бүгінгі той құтты болсын, бәрімізге жұғысты болсын.